Keyin ağa, keyin. Ağa keyin. Allah berekесін берсін де аға. Ya біреулер айтады арамның берекесі бола ма деп. Алла тағала ғой беретін берекесін. Бұның еті арам, еңбегі адал бұның. Иә, мінгі ғой, жүйрік. Бұны жеуге болмайды, иә. Бұл тумайды аға. Бұл енді Алла тағала солай жаратқан. Бұдан кейін ұрпақ жалғаспайды. Хромосомалар сәйкес келмейді ғой. Енді кішкене нелеу, шала мінілген. Бұйырса Алла қаласа мінеміз. Кішкентайында тайында мінілген ғой, қазір 5-6 жасар нелер ғой, қашырлар ғой. Бірақ өте ширақ болады, жүйрік болады, қажарлы болады. Жүйрік қойайын бұйырса Алла қаласа. Біреу ұрғашы, біреу еркек. Бірақ бұлардан ұрпақ тарамайды ешқандай. Так, жылқының хромосомасы 64, ешектікі 62. Екеуін орын шатастырып тұрмын. Мыналардікі 63 па, сондай болады өзі. Иә. Мініп қара өреді мәне. Аталарымыз мінген ғой енді, пайғамбарымыз мінген саллаллаху алейхи вассалам. Қызық жаратылыс қой енді, Қораның сәні болсын деп алып қойдым. Қайтар шұлықпан. Аллах берекесін берсін. Тіл көзден, жаман көздерден сақтасын. Қызық жануар ғой, иә? Иә. Жұрт зоопаркте ұстап отыр ғой осындай заттар. Иә, енді будан ғой енді. Бұл дейтін жылқының жүйріктігін, есектің күштілігін алған. Тұяғы дейтін таутасқа мұқалмайды. Сосын дейтін 20-30 жыл өлімі жоқ. Қос өкпеден теуіп тұрып қойға мінсең де. Сондай. Сосын мыналарды үйірге қосып жібереді ғой. Бұлар жаңағы ит құсты қасқырды жолатпайды. Тек айғырмен бірге шығып, жаңағы қасқырды талап талқанын шығарады.